Low Cost Travel Шығыс Қазақстанда. Бұл шығарылымда біз -30 градустағы экстремалды моншаға түсеміз. Әр қадамында тарихы сезілетін көне старообрядшылар қаласына барамыз. Адам аяғы сирек баратын қалың орманға жол тартып, сол жерде жалғыз қалып, вездеходпен қалай шығатынымызды бірге көреміз. Шаңғы мен снегоходпен сырғанап, құлап, қайта тұрып, жолды жалғастырамыз. Ешкіні өз қолымызбен сауамыз. Мен қолымда кимейтін зат жоқ қой, достар. Нан мен тұзбен қарсы алатын ең шалғай қалашыққа барып, түйе құстарды тамақтандырамыз. Свежий хлеб. Анау тебейін деді ғой мен. Әрине, жылқымен шауып, Шығыс Қазақстанның бәрі айтып жүретін табиғатымен бір боламыз. Бұл расымен де сондай әдемі ме? Онда соңына дейін көріңіз. Шығыс Қазақстан қатал, шынайы және тірі. Достар, біз дайынбыз, кеттік. Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Диана. Мен сіздерді сағындым. Сондықтан да бүгін біз Қазақстанымыздың Швейцариясы саналатын Шығыс Қазақстан облысындамыз. Өскемен бізді қалың әппақ қарымен, әдемі көрінісімен, тауларымен, суық, бірақ таза ауасымен қарсы алып жатыр. Айтпақшы, біздің блогтарымызда осындай қысқы әдемі көрініс болмаған осыған дейін. Сондықтан да экраннан алыстамай, шайларыңызды алып кеп, жайғасып отырып алыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерді кинодағыдай кадрлармен таңғалдырамын. Алдағы сапарым 10 күнге жалғасатындықтан, жолжүгім бұл жолы менімен бірге саяхаттайды. Айтпақшы, шабаданыңызды Айжан бағаналар арқылы тіркейтін кезде, экраннан өз мәліметтеріңіздің ашылғанына көз жеткіздіңіздер. Себебі кейде жолаушылар экранда тұрған ашық бөтен брондауға жүктерін тіркейтін кездерде болады. Алматыдан Өскеменге ұшу уақыты 1,5 сағат. Сондықтан алдын ала сайттан тамаққа тапсырыс беріп, ұшу кезінде Fly & Fun мультимедиялық ойын сауықтыру сайтында осыған дейін түсірген влогтарымды тамашалап жеттім. Сіздерге де көруге кеңес беремін. Өскемен кішігірім болғанымен, өзге қалаларға мүлде ұқсамайтын, өзіндік мінезі мен ерекше атмосферасы бар қала. Қалада 2 ірі сауда орталығы бар, Максимол және АДК. Ал қаладағы ең ұнаған локацияларының бірі жергілікті Арбат. Бұл жер Өскеменнің жүрегі секілді. Көшеде серуендеп жүріп, қаланың шынайы тынысын сезінесің. Өскеменде ерекше сезілетін тағы бір дүние жаңа мен ескі ғимараттардың үйлесімділігі. Мұнда заманауи ғимараттар мен тарихы терең ескі үйлер бір-бірімен үндесіп, қаланың өзіне тән келбетін қалыптастырады. Ал достар, мен қазір Стрелка таулы ауданда жүрмін. Неге Стрелка десеңіздер, осы жерде жағалау, Ертіс пен Үлбі өзендері қосылатын жер. Картадан қарасаңыздар, найза ұшына немесе жебеге ұқсайды. Сол үшін өскемендіктер Стрелка деп атап кеткен бұл жерде. Жалпы бұл жақ саябақ орны, демалыс орны. Стрелка бұл өскемендіктер үшін жай ғана географиялық бір локация емес. Бұл жер бір естелікке, өзінің бір ерекше атмосферасына толы локация десем қателеспеспін. Суғынай! Қалада таксимен жүріп тұру ыңғайлы және Яндекс пен Индрайвер қосымшалары жұмыс істейді. Ал қоғамдық көлікке келетін болсақ, автобус пен трамвайға мініп серуендеу бөлек атмосфера. Жол ақысы 90 теңге. Өскемен қаласын танығыңыз келсе, ең алдымен міндетті түрде Шығыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейіне соққан жөн. Бұл жерде өңірдің көне дәуірден бүгінге дейінгі тарихы, археологиялық жәдігерлер мен ұлттық мәдениет айқын көрсетілген. Музей залдарынан Шығыс Қазақстанның табиғаты, Алтай өңірінің байлығы мен ерекше болмысын сезінесіз. Өскеменнің рухын, тарихын және мінезін түсіну дәл осы жерден басталады. Әне-міне дегенше түскі ас уақыты да болып қалды. Қалада тамақтанатын орындар өте көп. Әрине, бюджетіңіз бен талғамыңызға байланысты. Менің бүгінгі таңдауым ұлттық стильдегі қазақи құрт мейрамханасы. Және небәрі 3,5 теңгеге сіз комплекс түскі астарының дәмін татсаңыздар болады. Өте дәмді. Кеңес берем. Қалада қонақ үй, хостел, жалға пәтер алып қоныстануға болатын бірнеше қосымшалар бар. Атап өтсек, booking.com, Airbnb, Тугис және Крыша KZ қосымшалары.
Әр влогымда мен қалада қайда тоқтауға болады деген сұраққа жауап беруге тырысамын. Әркім өзінің бюджетінде, өзінің талғамына сәйкес кез келген қонақ үй таба алады, әрине қолжетімді. Бұл жолғы мен саяхатымдағы таңдауым Тедиман Өскемен қонақ үйі. Неге десеңіздер, интерьерін көріп тұрсыздар, тазалықты көріп тұрсыздар, әдемі, жылы, жалпы барлық жағынан менің көңілімнен шықты. Қазір мен қонақ үй бойынша толық обзор көрсетіп шығамын, ал алдымен әдеттегі дәстүрді бұзбай төсектің жұмсақтығын бірге тексеріп көреміз. Кеттік. Ой, ұйықтай бергім келетін төсек қой мынау. Тедиман Өскемен Өскемендегі нағыз комфорт пен стильдің тоғысқан жері. Ертіске қарайтын панорамалық көрінісі бар жаттығу залы, спа аймағы, хамам, монша мен кәсіби массаж. Жолдан кейін толық демалып, күш жинауға таптырмас шешім. Таңғы астары өте дәмді, ал сервисі мен атмосферасы бірден баурап алады. Қаладан шыққан бетте сіздерді суретшінің суретіндей көріністер таң қалдырып бастайды. Биік таулар, қармен әсемделген шыршалар, жол жөнекей көрінетін кішігірім ауылдар. Бәрі әдемі. Қайырлы таң достар, бүгін сенбі 6 желтоқсан Алтай Альпі тау шаңғы курортында маусымның ашылуы, осында қонаққа келіп қалдық. Көріп тұрғандарыңызда бұл жақта өте көп адам, қонақ, концерт өтіп жатыр, жарыстар, мына жақта хаскилар, жалпы өте әдемі, өте ерекше атмосферада. Қазір менің қолымда глинтвейн, осыны ішіп алып, қазір шаңғы тебетін боламыз. Қайырлы таң. Көп болыпты, мен шаңғы теппегелі, сондықтан қазір кішкене дискомфорт болып тұр. Бірақ бұның барлығы қазір бір мезетте кайфқа айналады. Өңірде қысқы спорт түрін сүйетін жандардың көптігі қуантады. Әр қаладан, әр елден жиналған мыңдаған туристер жоталарды бағындыруға дайын екені алыстан сезіледі. Ал достар, қысқы маусымда ашық деп жариялаймыз. Деп жүрмейте сол. Я бермей отырмау. Толкайся. Бұл курортта демалушылардың жас аралығы әр түрлі десем қателеспеспін. Жаңадан сырғанап бастаушылар, кішкентай балалар, үлкен кісілер, жастар мен жас өспірімдер бәрі осында. Тренерлер өте көп. Тағы бір экстрим бұл жерде фрирайд. Спорт және махаббат деген маған арналмаған. Сіздермен бөлісіп кететін бір жақсы жаңалығым бар. Небәрі 990 теңгеге сіз өзіңіздің спорт жабдықтарыңызды Алматыдан және де Астанадан, осы Өскемен қаласына тасымалдай аласыздар. Бұл деген менің ойымша жақсы. Бұл жерден жалға алмай-ақ, небәрі 990 теңгеге алып кеп, өздеріңіз қанша кәшеңгілеріңіз келеді, сонша кәшеңгілеріңізге болады. Менен сіздерге беретін кеңес, міндетті түрде осы біздің қызметімізді қолданып үлгеріңіздер. Толығырақ бұл қызмет туралы ақпарат flyerstan.com сайтында қолжетімді. Күн батып, тауларға шамдар жанған сәтте, шаңғы курорты мүлде басқа атмосфераға енеді. Мұнда түнгі сырғанау бар, уақыттың қалай өткенін байқамай қаласың. Сол үшін күн бітті деп кетпей, кешке де қалып сырғанаған дұрыс. Шамдар астындағы кешкі вайб ерекше сезіледі. Ал егерде осы тау шаңғы курортында қаламын, демаламын, келесі күні қайтамын десеңіздер, осындай комфорт кластағы 2-4 адамға арналған бөлме бар. Бұл жер өте тыныш, өте жайлы, таза, маған ұнады. Дизайн өзі бір ерекше, өзінің кішігірім балконы бар, және де төбесінде ойнайтын бөлме деп айтсақ та болады. Ал бюджетті нұсқаны қарастыратын болсақ, осында 2 адамға кішігірім бөлмелер қарастырылған. Бөлмеге кіріп келген кезде осы шырша, яғни пихта деп айтады ғой, иіс шығады, барлығы ағаш жиһаздар. Жалпы бір көзге кірген бетте мен байқағаным санаторий, лагерь, пансионаттардың вайбы ерекше сезіледі осы жерде. Ояна сала көз алдынан ашылған көркем көрініс. Айналадағы тұмса табиғат, таза ауа, тау құшағындағы тыныштық жанды бірден баурап алады.
Осындай ғажайып табиғаттың ортасында сергіп алып, енді жай ғана ләззатпен таңғы асқа бет алып бара жатырмыз. Осы жерде сомасына, яғни төлеміне осындай кішігірім таңғы ас кіреді. 2 адамға. Мысалы, бүгінгі бізде күріш кашасы, міндетті түрде ірімшіктің колбаса және де десертке пирог беріледі. Қазір және де біздің чайымыз келеді. Ал ас болсын, дәмін көрейік. Бұрындары лагерьде беретін дәл сол дәм, өте тәтті. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Шығыс Қазақстан облысы бұл маралдарға бай өңір, табиғаты қолайлы. Сондықтан да бұл жақта марал шаруашылығымен жалпы ешкім таңғалдырмайсың. Әр шаруашылық осылай марал өсіруге бейімделген. Енді біз көрші Зимовье ауылына қарай жол тарттық. Жол алыс болғанымен орман ішінен өтіп, керемет көріністерді тамашалап келе жатқандықтан шаршауды мүлде сезбейсіз. Айнала тұмса табиғат, обзор керемет, ал ұзақ сапарда ең бастысы жайлы көлік. Сондықтан жолға шыққанда міндетті түрде ыңғайлы машинаны таңдаған жөн. Ал достар, біз Черемшанкаға жолда осындай өзінің кішігірім базарын көріп қалдық. Мен бұл жерді тиктоктан көріп алғам осыған дейін. Неше түрлі салаттар, варенье, соленье, барлығы үйден, таза қолдан жасалған. Негізі осындай кішігірім базарлардың тамағы әрдайым, продукциясы, яғни өнімі әрдайым күшті болады. Өскеменнен 1 сағаттық жерде осындай Зимовье деген кішігірім ауыл бар екен. Сенесіздер ме? Бар жоғы 100 ғана адам тіркелген екен бұл ауылда. Бұл жақта былай қараған кезде ешкім білмейді, танымал емес бұл орын. Бірақ та өзінің осы табиғат аясында орналасуы, әдемілігі, ескі үйлердің болуы бұл локацияны ерекшелендіреді. Кішігірім фазенда маған ұнап жатыр ешкілердің түр-түрі өте әдемі. Бұл жақта осы кішігірім мал шаруашылығының өздерінің өнімдерін тағы да сатады екен. Қазақстанның батысында түйе салсақ, енді қазір Қазақстанның шығысында ешкі сауып көреміз. Қорқам. Опа. Міне о. Ой, мен қолымнан келмейтін зат жоқ қой, достар. Жоқ. Қамал Өскемен, рахмет. Ал екінші қабаттан осындай әдемі балконнан көрініс ашылады. Сіз және де табиғат. Керемет. Зимовье демалыс үйінің моншасы нағыз ерекше атмосфера. Панорамалық терезелерден ашылатын көрініс. Іші өте ыстық, ал самсаған пихтаның хош иісі жанды сергітеді. Кайф. Даланың температурасы -15, ал мен осындай жып-жылы ып-ыстық чанда отырмын. Мына иіс даланың, сосын шыршалардың бұтақтарын иісі. Өмір деген осы екен ғой. Бүгін күн суық, кішкене аяз болып тұр, сондықтан да осындай аязда орманның ішімен серуендеу үшін, әрине жолды көріп тұрсыздар, қалың қар, әрбір машина келе бермейді, жүре бермейді, сондықтан да бізде мынандай шешім бар. Осындай вездеходпен бірге қазір қалың орман арасына кіретін боламыз. Экшн кадрлар түсіретін боламыз. Сіздер дайын болсаңыздар, біз дайын. Ендеше кеттік. Бұндай контент болады деп мүлде ойламаған. Ал енді бұл жол бізді қайда апарады? Біз дәл орманның қақ ортасында тұрған жалғыз теремокқа бет алып бара жатырмыз. Оған жетудің өзі мен үшін нағыз ерлік. Бірақ дәл осындай сәттер саяхаттың ең ұмытылмас бөлігі болып қалады.
Тау етегінде орналасқан моншасы бар осындай жалғыз үйде бір күнімізді тыныштық пен табиғаттың құшағында өткіземіз. Күн өткен сайын маршрутымыз күрделеніп, локациялар мазмұнға тола түсуде. Біз табиғаттың ең терең қойнауына қарай бет алып келеміз. Қайырлы таң достар, біз Климовка демалыс орнына келіп қалдық, және де бұл жерде міндетті түрде қошеметтеп мені күтіп алып жатыр. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на базу отдыха Климовка. Большое. Вот в знак уважения пробуйте наш каравай. Макаю? Да, макаете с солью. Очень вкусно. Очень вкусно. Свежий хлеб. Ал қазір осы демалыс орны бойынша мен барлығын сіздерге көрсетіп шығамын. Климовка демалыс орны орналасу өте қолайлы. Риддер қаласына жақын, табиғатпен етене үйлескен тыныш мекен. Ыңғайлы әрі жылы үйшіктері ерекше жайлы. Қаланың қарбаласынан алыстап, нағыз тынығуды сезінуге таптырмас орын. Климовка табиғат аясында демалып, ойды тазартуға арналған шынайы тыныштық мекені. Алло, Флайерстан? Айтпақшы, Флайерстан демекші. Әуежайда рейске және отырғызуға кешігу жиі байқалатын жағдай. Сондықтан көбісі мән бермейтін, бірақ маңызды ақпаратты айтып өтуім жөн. Кез келген рейстің ұшу уақытына 30 минут қалған кезде, жолаушы отырғызу алаңында отырғызу талонымен тұру қажет. Электронды билетпен отырғызу талонын шатастырып алмаңыздар. Сіздер, егер білмесеңіздер, осы Климовка демалыс орнында страустар бар екен, яктар бар екен, маралдар бар екен. Сондықтан да кішігірім зоопарк десем де болады. Сол жақты көруге келдім. Вау! Ида. Ал достар, өздеріңіз білетіндей біздің лоукост тревел айдарымыздың кішігірім дәстүрі бұл атқа міну. Сондықтан да Шығыс Қазақстан облысы ошайтқандай исключение емес. Бұл жерде де өте әдемі аттар бар екен. Ал достар, бізде Климовкадағы кешкі ас. Бүгін біріншіге бізде қазір екіншісін алып келеді. Балық қуырылған тауық, арнайы 2-3 салат, чайдың заттары. Былай қараған кезде стол деген толып тұр. Мен бұндайды ұнатам. Қазір енді дегустация. Ал көп ұзамай біздің екінші асымызда келіп қалды. Бүгін бізде пюре мен тауық етінен гуляш. Демалыс орны есте ұзақ қалу үшін не істеу керек? Әрине, демалыс орны алдымен жетудің амалын қарастыру керек. Басқа снегоходқа бұл алғаш отыру. Және -30 градуста жазық далада жылдамдықпен жету бұл бір ерекше сезім. Сол үшін саяхат неғұрлым күшті өткенін қаласаңыз, Слияние демалыс орнына суға кетуге кеңес беремін. Ал достар, қайырлы таң. Біздің кішкене үйіміз суып кетті, сондықтан да отын лақтыру керек болып тұр. Әдеттегідей мен таным таңғастан, яғни кашадан бастауын алып жатыр. Неге бұл демалыс орны Слияние деп аталады? Себебі Глубоковский ауданында Үлбі мен Сиржиха атты екі тау өзенінің қосылатын жерінде орналасқан. Осы екі өзеннің сіңісуінен, яғни Слияние, біріккен, қосылған сөзінің тура мағынасында база осылай аталған. Қазір мен қардың ортасында құрдан-құр тұрған жоқпын. Мен аяғымда осындай шаңғы, арнайы для ходьбы. Қазір осы ауданда ары бері жүріп көру үшін осы қажет болып тұр, себебі халық қарын жауып тастады. Ешқандай Швейцария, ешқандай шетел
мынандай көрініспен таң қалдырмайды сіздерді. Я, достар, бұл Шығыс Қазақстан облысы. Ал достар, осы слиянияға келіп, мен қайда орналасам, қайда жайғасам деген сұрақ туындаса, қазір мен жауап беретін боламын. Мысалы, осындай 5 нөмір бар, бөлек-бөлек 2 адамнан жайғасуға болады. Және де бұл жерде ортақ ас үй бөлмесі, бұл жерде тамақтанып ішуге болады. Айтпақшы, сомасына сіздер тамақты, 3 мезгіл тамақты қоссаңыздар болады, болмаса өздеріңізбен алып келіп, осы жерде тамақ жасасаңыздар болады. Бұдан бөлек үлкен компаниямен келіп демалушыларға осындай бөлек үлкен үйлер де қарастырылған. Опа. О, экстрим! Вот и приехали, достар. Айбетпеніздер, бізді шығару керек. Флайерстан лоукост авиакомпаниясы болғандықтан кез келген билет құнына салмағы 5 килограммдық, өлшемі 56, 23, 36 сантиметрден аспайтын қол жүгі кіреді. Егер сізде 2 қол жүгі болса, оларды біріктіріп, немесе біреуін жол жүкке тапсыру қажет болады. Саяхатыңыз неғұрлым жайлы өтсін десеңіз, соғұрлым ережелерді сақтауға кеңес беремін. Қысқы табиғаттың әдемілігін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жолда тоқтап, ыстық кофе әзірлеп, инстаграмма да атмосфералы контент жасап үлгердім. Достар, қайырлы күн. Бүгін біз Sunrise Travelмен Қатон-Қарағай жаққа жол жүріп келе жатырмыз. Және біздің алғашқы локациямыз Осиновский перевалға, осы смотровая площадкасы. Өте әдемі. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, мен артында Алтай таулары бастауын алып жатыр. Және де бұл жердегі көрініс алақандағыдай. Достар, біз жолда кетіп бара жатып, осындай керемет локация көріп қалдық. Артында Бұқтырма. Бүгін бірінші аяз күні, сондықтан да Бұқтырманың суы орысша айтқанда буланып жатыр, испарение болып жатыр. Дәл осы әдемілік, дәл бір кинокадр секілді. Тыныштық, үйлесімділік, гармония, сабырлық. Жол ұзақ болғанымен, әр шақырымы бір әсер. Алдымызда асқақ тау, айнала қалың шырша, самал желмен сыбдыр қаққан орман. Тау қойнауымен созылған жол адамды асықтырмай, керісінше ішкі тыныштыққа жетелейді. Достар, бұл әдемілікті көрген де арманда, көрмеген де арманда. Мен бұны айта беруден шаршамаймын. Бұл ешқандай Швейцария емес. Бұл біздің Шығыс Қазақстан облысы. Ал, достар, Көруби ауылына қош келдік. Бізді мына жақта күтіп алып жатыр. Добрый вечер. Здравствуйте. Бұндай қошеметті сіздер қай жерден көрдіңіздер? Бұл Шығыс Қазақстан облысы. Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне малиновой заре. Ал, достар, бүгінгі менің жататын бөлмеме, яғни жататын үйіме обзор десем болады. Коробих ауылындағы осындай кішігірім, бірақ өте ыңғайлы, өзінің бір уютный уголочектарымен бұл үй сізді таңғалдыратынына мен қазір сөз беремін. Осы үйден бөлек тағы қосымша 2 үй бар. Таңдау әрине өздеріңізде. Ал, достар, қайырлы таң. Бүгінгі таңымыз біздің сиыр сауудан басталып жатыр. Шамамен алғанда бір 3 литр сүттей бар бізде. Кеттік енді шекас шай ішеміз.
Қайырлы таң достар, дауысыма мән бермеңіздер. Осындай әдемі көрініспен, осындай таңғы аспен Света тәтеме үлкен рахмет. Бұл жерде барлығы қолдан. Блинчики, пирог, үйдің сметанасы, мына жақта каша, бәрі өте дәмді. Сондықтан да қазір тез жүрек жалғап алайық. Бүгінгі күнге бізде жоспар өте көп. Қандай күшті көрініс, қараңыздаршы. Достар, біз дайынбыз, кеттік. Ал достар, осыға дейін атқа отыратынбыз, бірақ мынандай арбамен бірінші рет отыруымыз, сондықтан да жол болсын бізге. Кеттік. Достар, суық. Корыбиха ауылының тарихы 2 ғасырдан астам уақытты қамтиды. Ол 18 ғасырдың соңы, 19 ғасырдың басында пайда болған көне елді мекендерінің бірі. Ауыл таулы орманды өңірде, өзенге жақын орналасып, ежелден орман шаруашылығы мен ауыл тұрмысына бейім болып қалыптасқан. Ал неге ауылдың атауы Корыбиха десеңіздер, жер бедері аңғар ішінде орналасып, айналасы таумен қоршалғандықтан, табиғи қорапқа ұқсас пішіні осы атауға әсер еткен деп айтады. Корыбиха орта мектебінде арнайы музей кабинеті бар. Мұнда ауылдың қалыптасу тарихы, өңірден табылған қазба байлықтар, тұрмыста қолданылған ескі ыдыс-аяқтардың қалдықтары, ауыл адамдары мен олардың өмір жолы туралы мол мағлұмат алуға болады. Мектеп шағын болғанымен, оның ішіндегі жылылық пен тәртіп, ұқыптылық пен қамқорлық әр кабинеттен сезіледі. Бұл жер біліммен қатар рухани құндылықтарды да сақтап отырған ерекше орта. Бұл өңірдің тұрғындарының кез келген күннің жақсы аяқталуы бұл әрине ыстық моншаға түсу. Сондықтан да қазір бірге ішке кіріп, сүйектерімізді қыздырайық. Егерде моншаның ыстығына шыдамай, ауа жетпей жатырса, сондай арнайы жасалынған проходка бар екен. Осылайынан жатып, салқын ауаны демалсаңыздар болады. Кайф. Негізі осылай пардан ыстықтан шығып кеп, жүгіріп барып, осы жерде тұрған қарға секіру керек, дәстүр бойынша. Сондықтан да достар, менен сіздерге бір кеңес, Sunrise Travel арқылы осы Корыбиха ауылына келіп, демалып, жақсылап уақыт өткізіп, кішкене қаланың өмірінен алыстау жерде демалуға мен кеңес беремін, және де міндетті түрде моншаға түсуді ұмытпаңыздар. Жаңа жылдарыңызбен! Рахмановский ключевой жол жөнекей әдемі көрініс алаңы бар екен. Біз әр локацияда тоқтап жолда. Бұл жер әдемі, келесі жер әдемі. Жалпы влогтың барлығында мен әдемі, алақандағыдай, мына жер күшті деп айтып жатырмын, бірақ расымен де мен таңғалудан шаршамаймын. Мына көріністі енді бөлек. Қарағай деген кезде ойларыңызға ең бірінші не келеді? Әрине, қалың орман, сыбдырлаған тоғай. Міне, дәл осы көз тоймас көркемдік, табиғаттың өзі сыйлаған шынайы сұлулық. Достар, қазіргі мен тұрған локация бұл жай ғана картадағы нүкте емес. Өзінің аңызы бар, тарихы терең, миллиондаған туристарды өзіне тартатын ерекше атмосфералы Рахмановский ключидамыз. Мен қазір дәл көлдің ортасында тұрмын, яғни қатқан мұздың үстінде. Және бұл жақтың масштабын, ауқымдылығын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сондықтан қараңыздар.
Достар, бұл Рахмановский ключінің бір қызықты фактісі. Дәл қазір мен көлдің үстінде, қатқан көлдің үстінде тұрып сізге видео түсірсем, дәл осы қасында осындай ыстық су горельниктары бар. Осындай сулар көп екен. Жалпы емдік мақсатында бұл жаққа суға келіп түседі. Су өте жылы, ыстық десем де болады. Жалпы бұл судың өзінің минералды емдік қасиеті бар. Сондықтан да егер келіп жатсаңыздар, міндетті түрде өздеріңіздің купальниктарыңызды алып алыңыздар. Түсуге тұрарлық жер. Суға түскісі келгендер өзен жағасында демалса, ал табиғатқа тереңірек еніп, тыныштық іздегендер қалың орман арасымен серуендеп, жан тынықтыра алады. Ал достар, осы Рахмановский ключиға келген кезде бір 2-3 сағатқа келіп, арғарта үйге кетіп қалу дұрыс емес демалыс. Менің ойымша, міндетті түрде қонып, асықпай серуендеп, келесі күн тағы да қыдырып, солай демалу керек демалған соң. Сондықтан да қайда қонам деген сұрақ туындаса, міне осы кішігірім үйге кішігірім обзор. Ақырын ғана қалаға қарай бет алып барамыз. Ал соңғы локациямыз Бұқтырмада тоқтаймыз. Қайда қонамыз деген сұраққа Sunrise скандинавиялық үйі таптырмас таңдау. Қаладан небәрі 1 сағаттық жерде орналасқан. Үйі кең, отбасыға да, достар мен компаниясына да өте ыңғайлы. Ал моншасы жол шаруасын басып, демалысты тіпті ерекше етеді. Әдемі үйшіктеміз. Осы жердің қазір моншасын өзіміз тесттен өткізіп көреміз. Және де осыдан кейін міндетті түрде қарға ойнайтын боламыз, өйткені қарға ойнамағалы біраз болды ғой бізде. Энергетиксі былай сергітпейді. Сөз беремін. Және де бүгін бізге кешкі асқа ыстық тауық картоппен. Дәл үйдегідей дейді. Облыстағы визит-центр саяхаттаушылар үшін өте пайдалы әрі қажетті орын. Мұнда алдағы бағытыңызды нақтылап, қайда сапар шегу керегін жоспарлап, өңірдегі ең қызықты локациялар туралы толық ақпарат ала аласыз. Тәжірибелі мамандардан кеңес тыңдап, карта мен маршрутты таңдап, сапарыңызды жеңіл әрі мазмұнды етіп ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Ал жолдан шаршап жеткен жандар үшін хостелі де қарастырылған. Жайлы, таза, демалып, күш жинап алуға таптырмас жағдай жасалған. Ал достар, бүгін біз Шығыс Қазақстан облысының визит-центр орталығындамыз. Бұл жерде 3 тілде қазақша, орысша, ағылшынша гайд кітапшалары бар. Қайда бару керек, қайда хабарласу керек. Алдын ала саяхатыңызды жоспарлау арқылы осылай білесіздер, қай жаққа бару керек, қай жаққа уақытты үнемдеу керек, және қай жақ сізге пайдалы болатын. Влогымызды қорытындылай келе, Флайерстан әуе компаниясының атынан Шығыс Қазақстан облысының туристік ақпараттық орталығына, Sunrise Travel туристік компаниясына және Хавейл Өскемен автосалонына алғысымызды білдіреміз. Осы саяхатымызда өңірдің ең әсерлі, ең көркем орындарын бізбен бірге аралап, өздеріңіздің қонақжайлылықтарыңызбен ерекше атмосфераға бөлегендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Ал құрметті көрермен, осымен Шығыс Қазақстан облысы бойынша, Өскемен бойынша біздің 10 күндік саяхатымыз өз мәресіне келіп жетті. Қазір әдеттегі дәстүрді бұзбай, мен қолымдағы саяхат сертификатын жасыратып боламын Өскемен қаласында. Және келесі кадрмен қайда жасырғанымен бөлісемін. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған Диана, келесі қалада кездескенше. Түсіне.